Салам алейкум достар, сіздермен Зе Құлбет. Егер сіздерге лайк керек болса, инстаграмға лайк керек болса, бұл видеоны аяғына дейін қараңыз. Етекте сұрпа бетте лайктарыңыз Зе Құлбетке. Сонымен достар, инстаграмға лайкты қалай жинаймыз? Инстаграмға лайк жинау үшін ең алдымен біздерге инстаграм керек, логично, телеграм керек. Екеуі арқылы инстаграмымыздың суретіне лайктарды көбірек айтқанда без ограничений жинасақ болады. Енді қараңыздар. Мен бұл жерде қазір видеоның телефонның видеосын несін қойдым. Соған қарап отырсаңыздар болады. Общий правила бойынша пошагово қалай? Өздеріңіздің инстаграмыңызға кіресіздер. Мысалы, менің инстаграм Зе Құлбет. Кстати, менің инстаграма тіркеліп отырыңыздар. Мен мысалы өз инстаграмға кірдім. Инстаграмдағы қай суретке маған лайк керек, сол суреттің ссылкасын копировать еттім. Сосын телеграмға кірдім. Телеграмға кірген кезде арнайы бір не бар, сообщество, группа дейді. Ол сообщество группалардың ссылкасын астына қоямын. Сол ссылкамен өтіп, сіздер соған тіркеліп алыңыздар. Присоединиться дейді ғой енді. Одан кейін сол группада сіздер просто өзіңіздің сол ссылкаңызды ставить етесіздер, жібересіздер. Болды. Ары қарай бот өзі жұмыс жасайды. То есть бот болғанда енді сізге 10 ссылка береді, 10 басқа адамдардың ссылкаларын береді. Сіз сол адамдардың ссылкасына каждыймен лайк басып шығасыз. То есть ссылканы басасыз, сразу сізді сол адамның суретіне лақтырады инстаграмға. Сіз просто лайк басасыз, артқа шығасыз, тағы лайк басасыз, сөйтіп 10 адамға басып шығасыз. Одан кейін өз ссылкаңызды қайтып тағы жібересіз. И болды. Сіздің ссылкаңыз уже сіздің ссылкаңызды басқа адамдарға береді. Сөйтіп басқа адамдар сіздердің суреттеріңізді лайк басады. Сөйтіп 10 адам сіздің суретіңізді лайк басып шығады. Енді бұл жерде әрине кішкене нюанс бар. Мысалы, лайк басқаннан кейін сіздер бір промежуток күту керексіздер. Бір сағат, может жарты сағат өздері бот түсіндіреді қанша не күту керектігін. Сол боттан қарап біле аласыздар. В принципе, осындай. Просто менде қазір мына видеомда телеграмда менде не болып тұр, соединение болмай тұр. Білмеймін, бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл әлем бойынша телеграм өзі дұрыс жұмыс жасамай тұр. Сол себепті видеоны кішкене дұрыс до конца түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бірақ енді сіздерге сөзбен айтып жеткізсем деп ойлаймын. Ссылканы инстаграмға алдыңыздар, телеграмға лақтырдыңыздар группаға, и сіздерге бот береді, 10 суретті лайк басасыздар, и потом сіздерге басқа біреу 10 адам лайк басады. Сондай схемамен комментарий бар, сондай схемамен тағы не бар, сохраненный, поделиться дегендер бар. Егер олардың ссылкалары сізге керек болса, онда маған комментарийға жазыңыздар. Абзал, маған тоже сондай группалардың комментарийлары керек деген секілді, онда сізге лақтырамын. Мен қазірше тек қана сол лайктың группасын лақтырамын, ссылкасын. Комментарийға жазып отырыңыздар, егер нақты керек болса. Бұл информация мен инстаграмға салмаймын. Себебі менің видеоның көп секреттерді мен через видео айтқым келеді. Сол себеп достар, бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған Зе Құлбет. Барлықтарыңыздың инстаграмда лайктар көп болсын. Кстати, маған сұрақ туындайтын шығар, Абзал, неге сен инстаграмда лайк аз деген секілді? Себебі менде біреуінде 200 лайк, біреуінде 170 лайк. Мен байқында кейде ерінемін достар, шын айтамын, ерінемін, күнде лайк басып біреуге. Бірақ қазір соңғы кезде телеграм дұрыс істемей тұр, сол себепті қазір лайк баса алмай жүрмін. А так примерно каждый суретіне бір 300-400 лайк жинақ қойсам, маған сол жетеді. Маған 1000 лайк, 2000 лайк особо ұнамайды. Керек емес енді былай қазірше. Так что достар, сондай. Сіздер болған Зе Құлбет, достарыңызға бәріне таратып отырыңыздар. Бұл видеоны достарыңызда осы неге тіркелсін. Менде көптеген ақпараттар бар, солармен жеке бөлісіп тұрамын. Ақша жайлы, өзім жайлы, инстаграм жайлы, себебі менде көптеген бұрында нелермен айналысқанмын. Солардың бәрін сіздермен лайфхактармен бөлісіп отырамын. Каналға тіркеліңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздер болған Зе Құлбет. Етекке сорпа бетке. CK Life сенде қарап отқан шығарсың, менің досым тоже саған да лайк бетке дейді ғой. Короче, барлықтарына сәттілік достар.